мынау енді сіздердің алдарыңызда тұрған үлкен қорымның аты Қаражартас деп аталады. Қаражартас пирамидасы немесе казахстанская пирамида деп, бұны анау мен айтпақшы, жаңағы Алматыдағы археолог бар, Новоженов Виктор деген. Сол Новоженовтың, яғни өзі бірінші ең алғашқы рет өзі 2016-та дронмен түсіріп, осыны кәдімгідей бүкіл әлемге жариялап жіберді. Бұл қорымды ең алғашқы рет зерттеген Кукушкин Игорь Алексеевич деген археолог маман. Яғни бұл жер, мынаның барлығы дерлік анау үйіндінің астында жатқан. То есть үйіндісі болған үлкен қорған деп атайды. Негізі қорған деген сөзді мен ұнатпаймын. Негізі Арман Бейсенов деген археолог бар, оба дейді. Яғни үлкен оба. Яғни бұны біздің тілімізше, енді бізді археология қанша дегенмен СССР ғылымы ғой. И бұл жерде кәдімгідей археологияда мынау қорғанды, енді обаны жалпы ступенчатый пирамида деп атауға осындай не болды, ұсыныс болды, шын мәнінде. 2016-та қазылды жаздың кезінде, яғни қазір айтамын мен сізге, шілде айында қазылды. 2017 жылы, яғни реставрация жұмысы жүргізілді. Қайта қалпына келтіру. Қазған, мен жаңа айтқандай, Кукушкин Игорь Алексеевич, реставрациясын жасаған Арман Бейсенов, яғни археолог, сол Алматыдан жасалды осы жерде. Археология тілде Царский курган деп атаймыз, яғни патшалық қорған. Бұл жерге бір-ақ қана адам жерленген. Және де маңынағы, қазір кезде өзі ең үлкен адам маңына жерлей береді ғой, адамдарды өзі, солай. Бұл кезде де сондай болды. То есть әулеттік қорым сияқты қасына балалар жерлейді. Бірақ жалғыз адам. Иә. Бірақ бізде мынандай мәселе. Бізде 70% қорғандар, обалар және де басқа да ескерткіштер 70% тоналған. Өз кезінде тоналған. То есть бір ғасыр ширек немесе өз кезінде. Қызығы, тонайтын адамдар өз ұрпақтары. Өйткені білген қай жерге түсу керек екен. Бірақ ең бір жақсы, мен оларға ырза болатыным, олар жаңағы тонаса да конструкцияны бұзбай сақтап. Сол маған ұнайды. Мысалы, мынау Петр Первыйға дейін тоналды ғой, тоже бірнеше обалар. Олар кәдімгі бұзып кетеді. Аналар кәдімгідей білет, үстінде воронка дейміз біз. Яғни, сол воронкамен кіреді де, алатын алады да кетіп қалады. Мына жерде мысалы мен сіздерге айтайын. Балан сүйектер табылды. Одан кейін жаңағы патшалық қорған ғой енді. Мынандай мәселеде, мынау ит, құс, аң деген бар ғой. Олар кәдімгідей сүйектерді шашыратып жібереді. Сол кісі табылды, және де бірақ қана алтын бұйым табылды, андай сақина тәріздес. Қалғаны қыш ыдыстың сынықтары болды. Басқа табылған нәрсе жоқ. Иә, сіздер енді көріп тұрғандай бірінші облигі мынандай, то есть мына жерде көрініп тұрғандай ең алғашқы қазылғаннан кейінгі көрінісі. Мынау жаңағы реставрация, міне табылған заттары міне сіздердің алдарыңызда. Жауна жаға жыртқызбай батырлықтың білген бағасын, алдаспан қылыш асынып азат еткен байтақ даласын. Сақты болып сақтардың түлігінде тезіп баққанмын, жеребекері қолыммен қазығымды алғаш қаққанмын. Бес асыр салып араға арайланып атқан ақтан мына түркінің тамшы жаңбырымын, сақпенен ғұнның тағдырымын қараған. Алуан заман кешкен елмін, күш қуат алып өскен елмін даладан. Арнамыз асқақ айбыным деп, бірлігім бақыт байлығым деп санаған. Кешегі қазақ хандығымның бүгінгі ғажап бір жырымын жаңадан. Музейімізде шет өңірінде өмір сүріп, тарихта өшпес із қалдырған
батырларымыз, ақындарымызбен жырауларға және де от ауызды орақ тілді би шешендерімізге, сонымен қатар ауданның алғашқы құрылу кезеңі 1928 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі мол мағлұмат беретін бізде 5 зал тұрақты зал жұмыс істейді. Біз қазір сіздермен этнография залында тұрмыз. Сіздер бұл этнография залынан жаңағы біздің қазақ халқының киім кешектері, мысалы үшін күзен терісінен тігілген күзеншік. Сонымен қатар алаша тоқу алдарыңызда қазіргі кезде, құрметті қонақтар, бізде қазіргі кезде тұрмыста қолданылмайтын, бірақ та өзінің біздің қорымыздағы заттардың несімен ерекше өйткені бұл сол кезде қолданыста, яғни болды, бірақ та қазір бұл заттарымыз бәрі көненің көзінде, қазіргі күнде музейіміздің құнды жәдігерлерінің қатарында. Яғни ол біздің ата-әжелеріміздің бізге жаңағыдай табыстап беріп кеткен осы шет өңірінің халқының қолынан жиналған заттар. Яғни ол міне күбі, ғасырлық тарихы бар. Күбі, келі келсап, және диірмен тастарымыз. Мысал үшін жақындап көрулеріңізге болады. Осылардың бәрі қазір көненің көзінде бұрынғы біздің ата-әжелерімізден қалған мұралар болып қазіргі күнде музей қорында сақталуда. Сонымен қатар мына жерге келсек, бұл көрік. Бұл көріктің тарихы да бір ғасырлық тарихы бар өзінің. Бұл бізде осы Шет ауданына көшіп келген, Моңғолиядан көшіп келген біздің өзіміздің қандастарымыз, яғни сол жақта өзінің ата-бабаларынан қалған осы қол көрікті тастамай, өздерінің яғни әкесінен қалған қол көрігін тастамай, осы бізге Қазақстанға ала келген. Осыны бізге Зағит Сұраған деген сол кісі домбыра жасаушы, шебер, қолынан жаңағы келмейтін нәрсесі жоқ, ағаш шебері, әртүрлі заттар жасайды. Сол осы көрікті біздің музей қорына табыстаған болатын. Бұрындары бізде халықтар, жаңа көшпелі халықтарымыз, енді бұл 19 ғасырдың соңына жатады дейді. Сол кезде сыйлыққа беріп жүрген ғой, бірақ та иесі жоқ. Соң қайттан біздің өзіміздің осы жаңағы этнографиясы бай музей деп біздің Шет музейіне салып, жаңағы бізге сый ретінде салып жүрді. Сонымен қатар күміспен қапталған үзеңгілер көрсеңіздер болады. 19 ғасырдың аяғы 20 ғасырға жатады. Және де сіздерге назарларыңызға біздің қордағы ерекше жәдігерлеріміздің бірі бұл сүркөжек аты. Яғни өздеріңіз білесіздер, кезінде Ақан серінің құлагер аты болған, сол сияқты біздің Шет өңірінде де осындай жүйрік аттар шыққан екен. Бұл жаңа сүркөжек аты біз осы 20 ғасырдың 70-80 жылдарында Жезқазған облысына қараған болатын сол кезде. Сол кезде Жезқазған облысында аламан бәйгелерде ең бірінші осындай жарыстарда, ат жарыстарда бірінші орын алып отырған осы сүркөжек деген ат болған бізде. Қансонарда бүркітші Шығаданға деген көрмемізді ұсынсақ, яғни біздің қазақ халқына тән құсбегілік өнерді бұл кеңінен дамытуға, насихаттауға зор үлес қосып келе жатқан орталық Қазақстандағы Шет ауданы. Шет ауданы бұл енді өзінің ерекшелігі осы саятшылықты насихаттауымен ерекшеленеді. Атап өтсек, бұл жерде Тілеуқабыл Есенбекұлы деген біздің ағамыз, ол кісі осы құсбегі, саятшылықты насихаттап, зор ол кісі зор үлес қосқан ең алғашқы осы Шет ауданында салбұрын жарыстарын ұйымдастырған 1995, 1998, 2013 жылдары осы салбұрын жарыстарын ұйымдастырған. Сол кісінің өзінің жеке қорынан берілген заттары, томағалар, балақпау, мысалы үшін жерде түтік бар бізде. Бұның өзі несімен ерекшеленді? Сүйектен жасалған. Бұл бүркітке аузына су беру үшін жасалған екен, құстың несінен, сүйегінен. Қаражартас қорымы, оның ішінде Сарыарқа пирамидасы дейді. Соны бізде макеті бәрі жасалып, осы өзімізде келіп жатқан қонақтарға, аудан тұрғындарына, оқушыларға жалпылама біз өзіміз мәлімет береміз, насихаттаймыз. Сонымен қатар балбалтастар. Бұл балбалтастар ерте темір дәуіріне, Қыпшақ дәуіріне жатады. Небір жорықтарға шыққан кезде бүркітімен бірге жүреді екен. Ал Жидебай батырдың әруағы бұл түлкі. Қазірдің кезінде де осы аңыз,
халық арасында жаңағы аңыздарда қазірдің өзінде сол кісінің жаңағы Жидебай батырдың кесенесінің қасында түркі түлкісі әлі де жортып жүреді екен. Көрмеміз берілген жақсы Жанқұтты Ботантайұлына арналған. Бұл кісі сіздер енді біздің қазақтың бас ақын Абай Құнанбайұлыға жас бала Абайға бата беріп кеткен осы Жанқұтты Ботантайұлы. Яғни міне бір сөз айтсан жақсыға, аталы сөзге тоқтайды, бір сөз айтсан жаманға, өмірінде ұқпайды. Надандықтың белгісі өзін өзі мақтайды, көкірегі соқырға, өмірде таң атпайды. Шешеннің сөзі шын асыл, қап түбінде жатпайды деп, бұл кісінің осы нақыл сөздері бәрі біздің осы қазірге дейін ұрпаққа үлгі өнеге өсиет болып қалған екен. Шортанбай жырау Қанайынұлына арналған міне планшеті берілген, суреті, ол кісінің ізбасарлары туралы осы залда өте көп материалдар берілген. Және де мынау залдың ортасында тұрған бұл үлкен диірмен тас. Бұл бізде су диірмен тасы, Қайрақты осы ауылымыздың қасымыздағы Қайрақты ауылынан әкелінген. Бұл енді сол кездегі 18-19 ғасырдағы жаңағы су бекеттеріне құйылатын диірмен тастар екен. Біздің жазушымыз, ол кісі этнограф, өлкетанушы, сол кісі Камил Жүністекұлына арналған, ол кісінің әр жылдары жазған кітаптары, мысалы үшін осы біздің өлкеміз туралы толық тарихымыздан хабар береді, сол кісіге арналған көрме. Бұл жерден сіздер, яғни біздің ата-бабаларымыз өздеріңізге мәлім күнделікті қарапайым өмірде тек қана таза табиғи зат, ағаштан, жүннен, сүйектен ғана тұрмыстық заттарды осындай табиғи заттан ғана жасап отырған. Міне солардың дәлелдері қазіргі күнде міне ағаш ожаулар, топатай дейді, сүт құйып сақтайтын кішкентай ыдыстар, ағаш тегене, темір ошақтың үстіндегі қазаны. Қазіргі күнде енді бұлардың бәрі кезінде қолданыста болды ғой, бірақ та қазір сонысымен өте маңызды кібі, ағаш табақ, сонымен қатар 19 ғасырға тән жиыз самаурындар бізде осы көрмемізден қарасаңыздар, жиыз самаурындар, және де мойынағаш 20 ғасырдың басына тән Зейнолла Игілікұлы. Бұл кісі де саяси қуғын-сүргінге ұшыраған, өте қиыншылықты көп көрген азаматтардың бірі. Осы түрмеден шығар кезде ұстап шыққан ағаш жәшік екен. Мына жәшік. Бұл залда жаңағы ауданның 1928 жылы алғашқы құрылу кезеңі болса, содан бастап, яғни ауданымыздың әлеуметтік қандай да бір саласы болсын, ат салысқан біздің ағаларымыздың арналған көрмелер бар. Яғни осы 1928 жылдан шет ауданы қалай құрылды, солай әр салада қызмет еткен адамдарымыз туралы осы планшет тақтада берілген. Сонымен қатар енді тарихтан өздеріңіз білесіздер, қанды қызыл қанмен жазылған өте бір қиын кез, ол яғни 1937-38 жылдардағы саяси қуғын-сүргіндер болса, оғанға дейін, яғни біздің шет ауданынан бұл Қазақстан бойынша жалпылама өткен болса, оның ішінде де шет өңірінде, мысалы үшін 20 ғасырдың бірінші жартысында қазақ халқы аса ауыр кезеңді басынан кешіреді. Яғни сол кездегі санақ бойынша 5 миллиондай бізде 5 миллиондай адам болса, қаншамасы қырылып қалды ғой бізде ашаршылықтан. Ал соның ішінде шет ауданында 48.311 адам мекен етсе, жаңағы 1930 жылдардың ортасына қарай санақ болған кезде 5021 адам ғана қалған екен. Сіздерге жаңағы таныстырып өтсем, яғни шет өңірі шетпе кидің отаны дейді. Яғни бұл жерде неге олай айтады? Өйткені күй өзі екіге бөлінеді, шетпе және төкпе. Яғни шетпе күй осы біздің орталық Қазақстанда, оның ішінде жаңағы Қыздарбек Төребайұлынан басталған осы шетпе күй, оның шәкірттері Әбікен Хасенұлы, Бегімсал Орынбекұлы,
Самат Мұсабекұлы, Дәулескер Кишір, Дәулетбек Сәдуақасұлы, Орал Исатайұлы, Зәрібай Сендікұлы, бұл кісілердің барлықтары осы біздің шертпе күй өнерін бізге жеткізіп, насихаттап жеткізуші, яғни біздің дәулескер күйшілеріміз екен. Олардың ішінде мынау сіздердің алдарыңызда көрмеде тұрған шертпе күй домбыралар көрмесінде тұрған домбыралардың барлығы да бұлар қалақ домбыралар, яғни бұлардың домбыралардың ерекшелігі қолдан жасалған, шауып жасалған домбыралар. Яғни неге қалақ деп аталады? Өйткені аттың үстінде бұрында енді бізде жаңа сал серілер, күйшілер болсын, атпен жүрді ғой. Сол кезде ыңғайлы болу үшін осындай қалақ домбыралар жасап отырған екен. Бұлардың бәрі шегесіз жасалынған, өзіміздің осы ағаш шеберлерінің қазіргі домбыраларға ұқсамайды, өздерінің өзіндік бір ерекшелігі бар. Біздің осы өңірімізге тән шертпе күйге байланысты болсын, ерекше жаңағы домбыралар. Оның ішінде айтып өтетін болсақ, Әбікен Хасенұлының домбырасы. Әбікен Хасенұлы бұл кісі саяси қуғын-сүргінді өте көп көрген кісі. Күйші, керемет осы арқа күйлерін бізге жеткізіп, жаңағы орындаған, жеткізуші, қоңыр деген керемет күйі бар. Қаншама осы қазақ халқының сол кезіндегі нәубетін басынан жаңағы сезініп отырып бізге жеткізіп кеткен жаңағы қоңыр деген өте керемет тарихы мол, бай, сондай күйлердің бірі. Бұл тарих 2 залында енді біз өте көптеген шараларымызды өткіземіз. Бізде осы музейде қолға алынған әртүрлі жобаларымыз бар. Оның бірі кигіз үй жобасы. Осы кигіз үй жобасында балалармен, халықпен өте көптеген шараларымызды өткіземіз. Сонымен қатар бізде жаңағы Майсар Жапақұлы, республикаға белгілі айтыскер ақын, сол кісінің салынған, яғни осы портреті бар. Және де Бөрі Батыр. Бөрі Батырдың, сонымен қатар Жақсы Жаңқытты, жаңа сіздерге таныстырып өткен Жақсы Жаңқытты мен Ағыбай Батырдың осы портреті салынған. Олардың бәрі қазір күнде біздің құнды жәдігерлеріміздің қатарында. Сонымен қатар осы өзіміздің осы өңірдегі, яғни Ермек Мұстафин, бұл кісі халық ақыны болған, домбырасы бар, өте талантты, 8 қырлы, 1 сырлы адам болған, актер болған кісі, сол кісіге арналған көрмеміз кішігірім. Сонымен қатар батырларымызға арналған кітаптарымыз, материалдар бәрі, осының бәрін біз халыққа, яғни балаларға насихаттаймыз. Осы бойынша жобалар жазады, осы бойынша байқауларға бізде жаңағы оқушыларымыз шығып отырады. Сонымен қатар бізде жаңағы әртүрлі жобалар бар, хендмейд жобасы бар музейімізде. Сол балаларға кішкентай кездерінен қазақилықты бойына сіңдіру үшін осы ертегілерімізге де шақырып отырамыз, әртүрлі шараларымыз өтіп жатады. Халқымыздың киелі кең даласындай, туған жерін аялаған анасындай, қазағым ай, қазағым ай. Салтын сақтар көздерінің қарасындай, қазақ деген ел әлемде бар осындай, қазағым ай, қазағым
Иә, мемлекеттің қорғауында былтыр алдыңғы жылы реставрация жұмыстар жасалды тағы да осы жерге. Сосын анау киелі жерлер бағдарламасы бойынша тоже осы Шабалмалы би кесенесі кірді оның ішіне де. Мынау республиканский значимость и аймақтық значимость. Ну, у нас таких батыров много было, но это которые известные, влиятельные полководцы. Здесь реставрация была сделана, да? Да, вот Да. Самое Это основание. первоначальное вот это вот, сама. А потом уже в 94 году реставрировали. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз қазір Алаштың ардақтысы, Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның ата-анасы жерленген Талдыбейіт қорымындамыз. Бұл Талдыбейіт қорымы қазіргі таңда атақ орым деп аталады. Яғни Алаш ардақтысының барлық туған туыстары ата-анасы жерленген орынды. 1901 жылы Әлихан Бөкейханның әкесі Нұрмұхамед, яғни Мұхан төре сәуір айында қайтыс болады. Ол жылы Әлихан Бөкейхан Омбыда сапарда болады, яғни Омбыда қызмет жасап жүреді. Яғни Омбыда жүргендіктен Әлихан Бөкейхан әкесінің қазасына келе алмай, жаз мезгілінде келіп, арнайы осы жердегі туған туыстарын барлығын басын біріктіріп, осы Арқа даласындағы Желтаудың бойында барлық осы төңіректе жатқан төрелер бір жерде жатсын деген ниетте үлкен орынды салады. Яғни алғашында Мұқан моласы немесе Мұқан мазар деп аталады, кейін Талдыбейіт деп аталады. Енді 1901 жылы Әлихан Бөкейхан Омбыдан 3 түп ағаштың әкеліп отырғызып, осы жерде 6 бәйтерек, Талдыбейіт, мынау тал қарағаш, табағашы, үлкен мынау бәйтерекке айналып Талдыбейіт атанады. Енді барлықтарыңызға мәлім, мынау 20 ғасырдың басында қазақ мемлекеттілігінің негізін қалауда өлшеусіз үлес қосқан саяси тұлға Әлихан Бөкейхан осы төңіректе дүниеге келген. Яғни Әлихан қазақ халқының басын біріктіруде өлшеусіз үлес қосқан тұлғаларының бірі. Яғни 20 ғасырдағы қазақ зиялыларының басын бір арнаға тоғыстырып, тірі болсам
қазаққа қызмет қылмаймын қоймаймын деген ұранды мақсат еткен алаштың арысы осы Желтау тауының баурайында Жіңішке өзенінің жағасында дүниеге келген. Мынау Әлихан Бөкейханның балалық шағы осы төңіректе өтіп, осы жерде Әлихан Бөкейхан өсіп ержеткен болатын. Мынау Ахмет Байтұрсынұлы, яғни алаштың рухани көсемі Әлихан Бөкейханға достыма хат дейді, яғни арнауы бар. Қырағы қия жазбас сұңқармай, қажымас қашық жолға тұлпармай, үйілген өлек сені өрге сүйреп, шығармақ қыр басына іңкәрмай дейді. Яғни осы өлең жолынан байқап тұрсақ, Әлиханның қазақ үшін жасаған қызметі, қазаққа жасаған мынау барлық, Әлихан Бөкейхан барлық жағынан десек те болады, қазаққа қызмет қылды. Өйткені сол мақсатты мұрат еткен болатын. Әлихан Бөкейханның бауыры мынау Тұмахан төре кезінде Әлихан Бөкейханды барлықтарыңыз білесіздер. 1937 жылы яғни Мәскеуде Бутырка түрмесінде атылып, Дон қабірстанына, Дон зиратына жерленген болатын. Әлихан Бөкейханның мынау мүрдесі қазіргі таңда мынау жат елде жатыр. Сондықтан бауыры Әлихан Бөкейхан мынау аты ұмытылмасын деген ниетте өзінің кезінде өзі қалаған мынау Талдыбейт форумына 60-шы жылдары Әлихан Бөкейханның мынау терісінген бас киімін әкеп осы жерге жерлеген деседі. Яғни осы жерге жерлеп, осы жерге 3 құлпытасты орнатады. Осы жерге құран бағыштатып, бірінші құлпытаста Әлихан Бөкейханның, яғни Бөкейхан әулетінің ата тегі, яғни шежіресі жазылады. Екінші құлпытаста Әлихан Бөкейханның саяси қызметі, яғни 20-шы ғасырда Әлихан Бөкейхан қандай қызмет атқарды, сол жөнінде жазады. Яғни күллі қазақ баласы білсін, Әлиханның аты өшпесін деген ниеттен. Ал енді 3-ші құлпытаста осы жерде Әлекене арнау арнайды. Қыр баласы, ел данасы, қазақтың болған панасы, жел жағында қаласы, ұмытама Әлиханды, қазақтың мынау баласы деген. Осындай өлең жолдарынан Әлиханға арнау орнап, Әлиханға арнап, ескерткіш орнатып, осы жерде Әлиханның аты өшпесін деген ниеттен осындай жазба қалдырады. Әлихан Бөкейхан осы төңіректе, яғни соңғы рет 1922 жылы болған екен. Жаз айында осы жерге келіп, осы төңіректегі барлық ауылдастарын, бауырларын жинап алып, үлкен кеңес өткізіпті, яғни құрылтай. Сол кезде келер үкімет, яғни Әлихан Бөкейханның көрегендігіне тағы бір тоқтала кететін болсақ, Әлихан Бөкейхан айтады екен, мынау сендердің малдарын келешекте өздерінде кенедей шағатын болады дейді. Мынау көп малдың барлығын кедей жетіктердің барлығына үлестіріп бөліп беріңдер. Көп мал ұстамаңдар, яғни кәсіппен айналысыңдар. Біреуін тігін фабрикасын ашыңдар, біреуін мына жерден май зауытын ашыңдар, біреуін мына жерден егін салыңдар. Өйткені келешекте келетін үкімет сендердің мынау жиған малдарымен алысатын болады. Яғни оның бір дәлелі 1922 жылы Әлихан ауылдастарына айтқан сөзі, яғни 1928 жылы дөп келген болатын. Яғни ұжымдастыру саясаты сол кезде қазақтың байларынан барлық малдарын тартып алу уақыты басталды. Көрдіңіздер ме? Яғни Әлихан Бөкейханның көреген саясаты қандай болған осыдан білеміз. Яғни бұл малдың барлығы келешекте сендерге үлкен ауыртпашылық тудыруы мүмкін. Сондықтан бұл малдардың барлығын кәсіпке жұмсаңдар деген Әлихан аманат еткен екен. 1922 жылы Әлихан Бөкейханды осы жерден, яғни ол кезде білесіздер, мынау Әлихан Бөкейхан патшалық билікпен де, кеңестік үкіметпен де, бірнеше билікпен мынау терезесінен болып, яғни қарсыласқан болатын. Яғни Әлиханнан кеңестік билік сескенген болатын. Өйткені Әлиханның
71 жастағы Әлихан Бөкейханды не үшін атты? Өйткені Әлиханның қазақ даласындағы беделі өте үстем болған болатын. Міржақып Дулатұлы мен Ахмет Байтұрсынұлына хат жазады. Сол кезде хатында айтады: сендер адасқан жоқсыңдар, сендер жүріп келе жатқан жол жүзу жол, сендердің мақсаттарын жүзу. Сондықтан бұл жолдан ешқашанда таймаңдар. Келешекте күн көретін ұрпақ туады. Яғни сол кезде сендердің аттарыңды мақтанышпен айтады. Яғни сендер істеп жатқан үлгілі қазақ деген мемлекеттің қалыптасуында тарихында алтын әріппен жазылады дейді. Яғни қазақ келер уақытта дейді өзінің тізгінін өз ұстайтын жеке дара мемлекет болады деген сеніммен айтқан болатын. Ауқымды қорым жоқ. Барлығы мынау төрт бұрышты шағын бейіттер, яғни мазарлар болып табылады, мавзолейлер. Шошақ бейіттер көбінесе. Ал Әлихан Бөкейхан мынау 8 қырлы етіп салынып жатқан. Биіктен қарасаңыздар 8 қырлы. Қазіргі тілмен айтқан кезде 8 қырлы дегеніміз бесконечность дейді ғой, яғни шексіздік дейміз ғой. Жоғарыдан, яғни аэросурет арқылы шексіздіктің бейнесін бейнелейді. Әлихан Бөкейхан бір қалай айтсам болады, қазіргі кезде мен сол уақыт бір өмір шексіз емес екендігін білдірткендей. Мынау жерде тіке жүрсеңіздер дәл Әлімхан Ермектің қыстауына түсті. Бөріктас деген жерге. Ал одан әрі қарай тіке жүрсеңіз, Ақтас деген жер, яғни Жақып Ақбай қыстауы дейді. Жақып Ақбаевтың қыстауына түсті. Сол жерде мынау, яғни үшеуі де бір үш арыста, бір түзудің бойында орналасқан. Бұл енді тарихи сәйкестік емес. 20 ғасырда Алаш зиялыларының мынау шетел ғалымдар айтады, сол уақытта егерде Алаш зиялылар осындай күрес жүргізбегенде, ұлт азаттық күрес жүргізбегенде қазақ мемлекеттігі сақталу өте қиын болатын еді дейді.
бар мұң көреген көк байрақтың бар елім бар жерім бар бұл кім десең мен қазақпын мұң көреген көк байрақтың бар елім бар жерім бар бұл кім десең мен қазақпын көк байрақтың бар елім бар жерім бар көзіне шарлайды Давай, давай.